Біздің алдымызда жаңағы Лейпцигтің вокзалы, орталық вокзал. Еуропадағы 20 ғасырдың басында салынған, біраз уақытқа дейін ең үлкен вокзалдың бірі болып саналатын. Жаңа Лейпцигтегі және Еуропаның барлығы сауданы қосатын үлкен центр болып саналады. Қазіргі күнде ол жай ғана вокзал емес, Лейпцигтің ішіндегі ең үлкен сауда орталықтарының бірі. Бәрін тексерген жоқпын, бірақ информация бойынша ішінде 140-150 магазиндері бар, ішінде кафе, ресторан бәрі бар. Осының ішінде адамдар қыдыратын. Соны бағасын жазылып тұр, променаден Hauptbahnhof деп. Сол. Мен болса бүгін Лейпцигке келдім. Бірінші мақсатым ол жай сол қаланы қарап, кішкене қыдырып, бір күндік саяхатқа келдім. Лейпциг немен танымал? Лейпциг дегеніміз Берлиннен оңтүстікке қарай бір 250-300 километр жердегі қала. Мүмкін одан да шығар. Лейпцигте музыка және мәдениет орталығы болып санайды Германияда. Саксон елінің қаласының бірі. Және де айтқым келетіні, осында әйгілі музыкант Бах өмірге келген, өзінің мыңдаған жазған композиция бәрін осында ойлап тапқан. Бірақ сол Бахқа келетін, Бах туралы айта келетін болсақ, Бах өмірі тірі кезінде ешкімге қатты танымал және гений болып саналмапты. Қалай? Әрқашан қалай болады, сол көбінесе адам қайтып кеткеннен кейін оның жаңағы әйгілігі шығып, және оны признать етеді дейді ғой. Жаңағы Ван Гог сияқты. Мен картанда қарап келе жатқан жоқпын, вокзалдан шыға салып қаланы аралауға шықтым. Бір-екі мақсаттарым болған. Осында бір үлкен монумент бар. Қызық, Битва народов деген жаңағы халықаралық шайқасқа арналған ең үлкен монументтердің бірі болып саналады осындай Германиядағы. Және де осында жаңағы нағыз Германияның, немістің архитектурасы. Және де сол Бахтың музейін көргім келеді. И қазіргі Еуропадағы мықты командалардың бірі Red Bull Leipzig командасының Red Bull Arena стадионын көргім келеді. Осы мақсаттармен бүгін видео түсіремін. Далада бүгін 4-5 градус. Кішкене салқындау. Таңертең бірақ түске қарай бір 12-13 градус болады деген болжам бар. Сол. Былай қарасақ, шынымен үйлердің әдемі архитектурасы маған ұнап келе жатыр. Мен осы Германияға көшкен кезде көшуге бір көшкім келетін қалалардың бірі осы Лейпциг болған. Себебі Берлиннен жаңағы қаланың елдің астанасынан алыс емес. Және де cost of living жағынан қатты қымбат емес және жаман емес қала болып саналатын сияқты. Сағат 10 болды. Немістердің үйін сөзі зор. Ол біздің ағылшынша сол деген. Осы қазір ең бастысы сол барлық Еуропа қалаларындағындай қазір сол орталық ратушаны көретін шығармын. Ратуша дегеніміз сол кездегі жаңағы халықтың жиналатын жері. Обычно шіркеу, обычно бір маркет бірдеңе болушы еді. Мына жерде бір шіркеу ме бірдеңе. Николай Кирхе дейді. Мына жерде гидтар бәріне бірдеңе түсіріп айтып жатыр. Бірақ бізге гид керек жоқ.
Маған осы вывескаларын айтып жай ғана краскамен шрифтпен ғимараттың фасадына жазып қойғанда ешқандай выступсыз ештеңе нетіп громадный гастхаус кафе. Центр. Менің ойымша бір үлкен торговый центр пассаж деп тұр. Университет Лейпцига дейді. Лейпцигтің университеті. Ғимараты дәл қаланың ортасында орналасқан екен. Бұл туралы ештеңе айта алмаймын. Қызық ескерткіш екен. Көрінген тұр, не туралы екен. Fakat түсініксіз, не туралы екен қазір. Берн Гебель 1990 жыл қыркүйекте Нуак құю зауытын аяқтауына арнап осындай мүсін қалаға сыйлапты. Жаңағы ескі ғимараттардың ортасында осындай әдемі футуристичный бір ғимарат та бар екен. Қалда бәрі велосипедпен де, жүгіріп де. Көрінісі енді өте әдемі. Үйге қарасаң осы соншалықты тарихи жерлер, әртүрлі қызықты сол ғасырдың оқиғалары осында өткен сияқты. Антиквариат сататын дүкендер. Мен тағы айналып жаңағы Әулие Николайдың шіркеуіне келдім. Бірақ бұл шіркеу сағат 11 кезінде ашылады екен, бізде әлі уақыт бар. Мен ойлап отырмын, бір таңғы ас ішетін жер іздеп онда. Немесе осы орталық соңына дейін аралап өтейін. Ашылғанша. Әулие Николайдың шіркеуінің қасында қызық. Жаңағы кішкентай сауда орталығына кірдім. Дизайны қызық екен, әдемі. Жақсы істелген. Мезеплацпехов дейді. Қаланың дәл ортасында орналасқан. Жаңағы кісілер кеп барлығы осы жерін алатындай болған. Ескі заманнан келе жатқан сауда орталық болып саналады.
қазіргі күнде мында киім сатады және басқа кішкентай дүкендер. Бірақ ішін әдемі жасап қойыпты, кішкентай болса да. Ішінде шын су бар екен. Не жазып кетті. Все должны быть одинаковыми дейді ғой біреу. Everyone should be equal дейді. Может, равными тогда. Білмеймін. Бұл жазып кетті ғой. Бұл жерде Алди деген супермаркет. Ешқандай қызығы жоқ бізге. Сағат таңғы 10, бірақ жизнь кипит деген осы шығар. Адам толып жүр, туристар да бәрі жаққа жүр. Ана жерде урналар басқа екен, осындай сорт түсті. Берлинде көбін темекі және де кішкентай қоқыстарға бізде апельсиннің түсті контейнерлері. Қазақша арам жүрған екен білмей тұрмын. Нәзір пластик. Орталығы қазір қатты ұнап тұр, шыны керек, өйткені қатты үлкен емес, барлығы бір жерде болып тұр. Мамысын бұл екен. Stell dich hin, kannst weiterrennen. Stell dich hin, kannst weiterrennen. Hinstellen und Яғын етейік. Осы бірдеңеге ұқсас болып тұр. Қолын көрсетіп тұрғаны. Немістердің жасайтын кофелары Чибо. Көп қалада өздерінің дүкендері бар. Мен Қазақстанға барғанда осыны алуға тырысам. О, келдім ғой маркет холлға. Маркет дегеніміз жаңағы қаланың дәл ортасы. Дәл ортасына метро станциясы кіреді екен. Осы жерге, осы жерден шыға келетін дейді. Қараңыздар. Фасадтар бәрінің әдемі. Осында бір тұра алмай екен, неме тұратын шығар бірақ. Орталықта тұрса бірінші керемет мына жерде. Осы жерде кезінде әкімдері сөз сөйлеп, мерекелердің дискотекалар ұйымдастырған шығар. Барлық қалалардың орталықтары енді көбінікі бірдей. Берлинде осындай ескі орталықты көрмедім, шыны керек. Бізде Берлинде Museum Island бар, бірақ жаңағы Праганың орталығы, Эстонияда, Таллинде болғанда орталық осымен қатты ұқсас. Польшаның біраз қалаларының орталықтары да осындай. Қатты күшті әдемі екен.
Жаңағы мына үйдің шатырын қарасақ, бір мұнараның басы сияқты да, анау қасында кішкентай әйнектермен жасап, кішкентай мини мұнаралар жасап қойғандай. Пиктар. Күнгі шығып, мына жер кішкене жылу болады. Кішкентай көшелердің ортасынан өтейік бір серуендеп. Тағы таң атпай кафеларда таңғы астарын ішіп жатыр. Бір пиво ішіп, немесе бірдеңе деп жатыр. iPhone 16 Pro бар жерде жарнамасы болып отыр. Бүгін ол жер қандай тығыз орналасқан кафелер. Меніңше мынау жағында бір кафе, мынау жағында бір кафе, әртүрлі кафелер. Немесе мынау жаңағы барлар. Барлар сияқты ғой. Бір бардан екінші барға секіресің. Новый қыдырып. Күшсек қойыпты. Бар фьюз дейді. Ғимараттың дизайны өте күшті. Фасады бар екен. Нежный розовый закотты колонналарын. Орталықтарында кішкентай сауда орталықтар көп екен. Мына жерде бір маркет галлери деген сауда орталығы. Мына жерде бір япон рестораны. Осының ішінде кішкентай балаларға оркестр тұр. Dessert. Үлкен емес, шағын ғана, бірақ ішінде бір көп болса бір 6-7 дүкен, бір кафесі бар. Орталықта орналасқан тағы да. Тағы да маркет қолға орталыққа келдім. Мына жерден жаңағы ескі сол ратушалар ма, музейлар ма, әдемі болып тұр. Жаңағы ескі ратуша екен, және ішінде тарихи мұражай. Жаңағы Лейпцигтің тарихы. Білмеймін, ішінде жайық кіріп қарай салса бола ма? Көрейік. Музейді
барлық уақытымды өткізгім келмейді, қатты ұнамайды. Бірақ ратушаның ішіне кіріп қарайық, не бар екен. Писающий мальчик па? Ох, мына жерде әдемі екен енді. Біздің қазақ па деп ойлап қалдым ғой. Нан дүйіненген деген біреулер екен. Ал бір әдемі ғимарат. О, да, бір тарихи мұражай екен. Және тағы бір сауда орталық пассаж деген. Соның ішіне кірейін, сосын сол жақтан бір тамақ іздеймін. Қонақтардың деген аша бастады. Өкінішке орай мен әзірге неміс тілін білмеймін. Сондықтан кішкене қиын, ал не жазып жатқандарын білмеймін. Телефонмен ашып аударып отырмын білгенімше. Тони Кросс тұр. Марко Полода киінемін деп. Мынау пассаждары қатты әдемі екен. Әзірге көп бутиктер жабық, түсінемінші. Естаңдар мен деп отыр, қазір аманым деп. Ежелден келген жаңағы галерея, торговый центр, Мадлер пассаж екен. Осында бір Ауэрбах Келлер деген әйгілі ресторан бар екен, подвалында осы пассаждың. Оны жаңағы Гёте, Фаустпен связывать еткен. Іші прям масқара стилінің со вкусом ее. Түстері бәрі прям жақсы таңдалған. Жаңағы дүкенге кіретін есіктің өзі ондай дейді. Тамаша. Мадлер пассаж. Германияның футбол чемпионаты. Қазір соңғы жылдары конкурентный болып тұр кішкене. Осыған дейін барлық чемпионствоға Бавария алып жатса, қазір соңғы жыл мысалы Байер алды Ливеркузен қаласынан. Сол мықты командаларының
ішіне кіретін Red Bull Leipzig'тің магазиніне келдім. Бағаларын қарайын. Жаңағы футболкаларының оригинал ма дейтін. Pre-match shirt дейді жаңағы. Ойынның алдындағы тренировканың футболкасы 70 евро тұрады екен. Мына жерде фанаттардың киетіндері. Жаңағы, мына тренировочный киімдер. Мен Red Bull Leipzig сол Xavi Simons'ты білемін. Жақсы ойыншылардың бірі. Оған білуімше Ольмо осында ойнады. Және де осы Челсиға өткен Кристофер Нкунку осы Лейпцигтен шыққан. Қателеспедім деп ойлаймын. Қызық, кішкентай балаларға да киімдер бар да. Лейпцигтің фанаты болып жатуға сразу. Кезін. Лейпцигте тұратын футбол фанаттары балаларын алып отыр. Осындай 100%. Ойынға киетін тренировочный курткалар. Мына Лига чемпионовтан байланысты шарфтар матчтарға. Осы жыл Ливерпуль келеді. Осы алдымызға бір аптадан кейін. Бірақ билет жоқ ешқай жерде. Былай қарадым. Мына Xavi Simons. Мына не екен білмеймін. Жай сурет жақты ғой. Юсуф болсын. Міне оригинальный ойынға киетін футболкаларын қарайық. Сапасы, конечно, күшті. Бағасы да күшті. Бағалары орташа алған кезде бір 50 мың теңгеге тұрады бір футболка. Шорты бөлек жүреді. Қызық. Фанат болсаң, жаңағы толстовка бір любой атрибутикасын алуға болады. Мен кеттім ары қарай. Мына жерде қасымызда осы білмеймін Лейпциг пока орталығы. Мен таңғалып тұрғаны ол қанша сауда орталығы бар екен, таңғалып отырмын. Не тағы бір сауда орталығы. Бәрінің іштері әдемі. Осылай отырып, осы түскенде әдетте шай ішіп жатқан. Lidl. Европада ең танымал супермаркеттердің бірі. Біздің холдингтің басшыларының компаниясы Lidl. Бұл қызық емес, бағалар Берлинде де мұнда да бірдей шығар. Мен сол ойлаймын. Қазір қызығы қай жерде тамақ ішсе болады. Көп жерде сол Азияның кухнясы, немістің кухнясында жаңа сосиска анауынан жегім келіп тұрған жоқ. Сондықтан басқа бірдеңе іздедім. Түріктердің дөнері тоже ұнамайды маған. Көп болды мынандай машина көрмегелі. Қазақстанда келген уайым көбірек көрдім, чем Германияда. Вау. Маған мұнара. Нарықтан шыға салдым. Мен бір үлкен бір әдемі мұнараға тап болдым. Қазір қарап жүрейік. Бұл не екен? Мынау ескі емес, мынау жаңа ратуша екен. Ньютаун Холл. Жаңағы қаланың әкімшілігі отыратын жер. Керемет. Әдемі салыпты. Мен өзі компьютерда ойындар ұнатамын ойнаған. Жаңағы стратегия, ежелгі замандағы соғыстар туралы. Осындай бір мұнараның үстінде садақпен ататын бір орнатуды қойып кезінде қорғаған шығар қаланы әртүрлі соғыс кездерінде.
бірақ өзім мына жаңағы Галатты тауарға ұқсайтып қатты. Стамбулда астан қарасаң формасымен ба, бірақ Галат кішкене әдемірек сияқты. Бір инсталляция не болады дейді, 9 октябрь Lightfest Leipzig болады дейді. Бүгін өтіп кетті ғой. Бүгін 12 ма, 13 қазір уже. 12. Йохан Себастьян Бах осы Лейпцигтің әйгілі тұрғаны. Қалай әдемі. Артымызда әулие Фоманың шіркеуі. Saint Thomas Church дейді. Қалай күшті. Артымызда Бахтың ана жерде музей тұр, мұражайы. Бұнда арган екен ғой. Бақтың. Әулие Фоманың шіркеуіне кірдім. Осы шіркеуде контор болып жұмыс істепті 27 жыл. Осы храмда жаңағы Бахтың өлеңдері, музыкасы әлі күнге шейін ойнайды екен. Лейпцигтің Бахтың мүсіні жайып тұрған жоқ осы жерде. Danach haben wir Luft.
Жаңағы бақ өмір бойы Лейпцигте тұрмапты. Сосын Дрезденға көшіпті. Дрезден ол кезде жаңағы Германияның үлкен қалаларының бірі болғандықтан. Алтай өлкесін. Осындағы поптар сияқты, священниктер. Сол кезде. Türkiye müzikalдық инструменттер. Violonчель. Бахтың жазған музыкасы. Сопрано бөлімі дейді, бөлігі. Шіркеуде ойналғандықтан сол жаңағы библейский мәтіндер бар еді ғой. Ну, енді саксы мал қарайтын тұрлап. Барабандар, музыкалдық композициялар жазылған. Осы шіркеуде сонымен бақ 27 жыл жұмыс істеп, өзінің көп жұмыстарын осы Лейпцигте жазып, және осында бақты көмген екен. Байыстың орындағы атқан әйел Украинадан екен. Нестен жаңа бір кісі сұрап атып, мен не істеп алдым. Орталықта коуслоу салатпен және де котлетпен сатып алдым. Котлеті мен коуслоу салат. Осындай жетіп отырмын қазір. Мынаның бәрі 11,50 евро шықты. Жаңа коламен, кола Zero Sugar. Білмеймін қаншалықты пайдалы. Жай су үшін 3,5 евро бермеген жоқ. Сол ас болсын маған. Аулие Николайдың шіркеуіне міне жеттік қайттық. Қайтадан жетіп, қазір ішіне кіріп қарайық. Оқыған бойынша жаңағы осы шіркеу 12 ғасырда
салынған екен. Романдық стильді, бірақ содан кейін готикалық және неоклассикалық стильдерге ауыстырылған, жаңартылған. Және де 1989 жылы революция жаңағы ГДРдің саясатына қарсы революцияда осында бейбіт жаңағы жиналыстар болыпты. Сол революцияға байланысты. Şimdi қарайық. Ол. Қатта деймін. Жасыл әр шіркеуде осындай әдемі орган бар. Жаңағы саяси бөлігі осы шіркеудің 1989 жылы жасалған революцияға байланысты. Сол еді. Қателесем, немесе голод миру, спаси Украину, слава Украине. Камерамен түсіру болмайды. Енді бірден алып түсіріп алдық біз. Шығайық осы жақтан. Монумент битва народов деген жерге баратырмын. Халықаралық шайқасқа байланысты монументке. С3 деген пойыздар әр 10 минут сайын жүреді. Кейін қайсы бірақ жаман емес. Ішінде бай-бай бар. Кейінше осыдан 211 жыл бұрын осы жерден Наполеон Бонапарт өз әскерін әкеп жаңа Пруссияның жерінде соғысқан. Соған арнап міне осындай үлкен монумент, Европадағы ең үлкен монумент екенбіз. Соны салыпты. Сол соғыстың тарихи битва народов деген. Тамаша. Алдын осындай әдемі саяға жасаған, осындай қыдырып жүретін, серуендеп. Керемет. Наполеон деген осы бәрімен қырылып соғыстан соғыс болған ғой өмірі.
соғыстардың бірі осы жерде өтті. Лейпцигтің жерінде. Осы монументтің ең басында Архангел Михаилдың ескерткіші тұр екен. Ал ең үстінде куполдың 12 қорғаушысы тұр екен, сол бостандықтың. Үстінде ма бір жерінде Құдай бізбен деген жазу бар екен. Осындай қызық ақпарат сендерге. Музей бар екен қасында. Осы музейдің ішінде анау бар шығар. Жаңағы соғыстан қалған табылған артефакттар бірдеңелер. Көреміз. Не жаңағы Архангел Михаил. Мықты енді ескерткіш. Анау музейдің ішіне кіретін жер. Билетсіз кіруге болмайды, қазір көреміз. Мен пока сыртын қараймын. Мынау Алматыдағы анау денсаулық сатысына лестница здоровья. Жаңағы әне 12 қорғаушы әр жақтан шүйтіртеден. Логотип. Ары қарай да көтерілуге болады екен ғой бұлай. Конечно, көтерілу оңай емес сияқты, бірақ көтерілік. Қарайық. Соң көрініп тұр. Көтерілік. Оп. Криптаға кіретін жер. Ана жақта. Билет алып ішіне кірдік енді. Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі ең үлкен соғыс болыпты осы. 1810 жылы болған Еуропадағы. Жағдайында кино түсіріпті.
осындай роликтарда түсіргенде немістердің түрлері қатты қуанышты емес. Жаңағы тарихтағы қара күндер ғой, оларға таяқ жегендер туралы күнді напоминание. Қалада жүрген еврейлер, қаралар, соның бәрін көріп фашисттардың жүктері оршалар бір не болса да бар олар. Für die Knie ist es, glaube ich, nicht so gut, ne? Gleich so viele Treppenabfahrt zu haben. Қанша көтеріліп жүргенмен келе жатырмын, келе жатырмын. Лифт болған, бірақ мана жеген тамақтарды тезірек қортайын деп сатымен көтерілейін деген ғой. О, криптаға келдік. Крипто currency емес тоға. О, много реально. О, мүсіндер сияқты ғой, жаңа 12 қорғаушы мыналарына. Қара. Еще енді айнстен мощный бір ғимарат. Үлкен соғадыр жатыр. Мен білмеймін, бірақ ойлағам, мұнда көп жаңағы сол соғысқа байланысты бірдеңе бола ма деп. Анау больше жаңағы естелік ретінде бір философский оймен салынған бірдеңе екен. Мен мұнда Наполеон туралы көп ақпарат табам берсем. Міне. Табы екен жай. Ол не екен? Наполеон's desk дейді. 1801 жылы отельде преселить распад Kensington first day of царь Александр I дейді. Commission кабинетке осы столда бір ақ күнде отырып тұр отельде. Наполеон столы көп тұрады. Не бар екен? Қарайық. Мағылып шығатын де жаңағы келген ғой, мен үстіне бар көтердім. Жаңағы магниттер қайын. Шыны керек. Таң қалатындай іштен көрген мынау клаустрофобтарға арналған саты. Кішкентаяқ жерде осындай бір круговой движениемен көтерілесің. Демалғаныңыздың отыратын жер ойлап қалыпты. Аяққа біраз испытание. Бүгін мен еще Берлинге келе салысымен туыстармен келесем. Бүгін осы ай бойы Берлинде Light Festival болады. Орталықтағы ғимараттар әртүрлі әдемі окрастармен боялып әдемі болып отыр. Ох, аяққа бұл күштірмелік болып отыр. $264 сатып жеттім, да? Телек көттім ғой. Анау Wild циклына түсіп кеттім ғой мен. Айналдырып жатыр итерациямен.
Так, 214 сатта мініп көрейік. Мен нансымен төліп кеттім ғой. Зато Лейпцигқа вид. Терлеп кеттім. Күн деген ысыды бізде. Әлді көтірлігі болатын сияқты, қазір көтірлен тағы. Lift бар екен ғой. Meinst du jetzt zur Treppe gehen oder aufzufahren? Achtung mal, da will jemand vorbei. Jetzt zur Treppe gehen. Мына жақтардың бәрі тоже санаған жоқ, мен оққам 362 ма қанша болсын садниктің нәрсесі бар екен. О, мына жерден тағы көтерілейін. Sorry. О, вау, қалаға қандай күшті смотровой. Вау. Жоқ, қала қатты кішкентай емес екен. Sorry. Вау. Не осындай көріністер Лейпцигқа. Шатырлар бәрінің қызыл, әдемі. Биік үй жоқ көріп тұрғандай. Және орталықта жаңа 1-2 биік үй бар. Так барлық үйлер көп болса 3-4 қабат. Ана жақтан қарайық қаланы. Жаңа билеттің құны 10 евро болды. Жаңа шын қарағанда ішінде түк қызы жоқ екен, бірақ мына жағы жаман емес. Ана жерде бір қамал тұр. Бөліміне қандай қамал екен, қазір қарау керек интернеттен. Міне қалаға жақсы көрініс шығып отыр. Өйткені ана жақта қаланың бір шетіне ғана көрінді. Қазір осы жақтан жақсы көріну керек. Міне жаңа біздің қала, біздің Лейпциг аралап жүргеніміз. 500 сағатының 167 қалды. Слайм болса симар еді. Қандай. Артында рюкзак. Нормал сетіп жүрдім. Мына жерде одан да кішкентай орын болмады.
Оларға сыйып жатыр. Шашап қалғанса біраз қиналатын сияқты ғой. Ең үстіне шығамыз. От меня слышат. Соңғы 50 саты. Ойбай, мына өте башығы. Қараңыздар. Міне барып жатыр, қорықпай. Шмет. Ох ты. Dankeschön. Байқаңда қорқамандар дейді ғой. Ең үстіне шықтық. Лейпциг қаласы. Ғимараттың биіктігі 860 метр. Монумент. Міне Лейпцигтің әртүрлі міне Николай Кирхе дейді. Жаңағы көрген ғимараттардың бәрі осы жерде. Осылай отырып демалуға болады екенсің да. Северо-восток дейді. Шығыс жағы Лейпцигтің. Я мана жолда келе жатқан кезде жел электростанциялары көп екенін көрдім. Жаңағы жел мельницалар тұр екен. Анау жақтың бәрі сондай. Саксония жерлері. Жағынан көрейік. Қамал қарайын. Баралама жоқ па? Керемет. Кішкентай сатылармен көтерілсек та жаңағы сөз бар ғой, оно того стоит деген. Анасының миында бар, қараңызшы. Астымызда жаңа келген жеріміз тамаша Лейпцигтің панорамасы. Қазір фотоға түсірермін. Кішігірім музейлар бар екен, сол ішіне кірейін. Прикиньте, мынаның ең үстінде болдым, өште көрінбейтін жерінде. Қара 816 метр.
ескерткішіңіз мүсін. Машина адам тұр. Біздің саяхатымыздың соңы қысқа саяхат болды. Былай қарасақ қалаға 7-8 сағаттай қыдыруға келдім, қыдырдым. Қайттан сол үлкен вокзалдарына келіп жатырмын. Адам толы. Қазір кішкене вокзалдың ішін түсіремін. Жаңаға 140-150 кафе бар деді ғой, соны көрейін. Содан кейін жолға шығамын. Пойыз 1 сағат 20 минутта жетеді екен. Фликс трейнмен жүрсек. Автобус 2 сағатта. Сондықтан құдай қаласа